Біз бүгін гүл манты жасаймыз. Қамырымызды жақсылап еліп, екі бөлікке бөліп қоямыз. Осы аралықта фаршымызды дайындап аламыз. Жылқы етіне пиязымызды турап саламыз. Және картофелімізді төркіден өткізіп қосамыз. Қара бұрыш және қызыл бұрыш, жарты шай қасық тұзымызды және жарты шай қасық кориандр салып, фаршымызды жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз дайын болды. Енді қамырымызды жұқа етіп жайып, фаршымызды саламыз. Фаршымызды қамырымызға салып болған соң, қамырымызды жақсылап осылайынан басамыз. Енді бір шетінен орап гүл манты жасаймыз. Қазанда қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, пиязымыз бен сәбізіміз жұмсарғанша кішкене қуырып аламыз. Енді картофелімізді салып қуырамыз. Бір шай қасық томатымызды және бір шай қасық тұзымызды саламыз. Бір қуырып 400 мг су құямыз. Солай 5 минут қайнатуға қоямыз. Қазанымыздың қақпағын жауып, орташа отта 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің гүл мантымыз пісті.